азамат кетті ғой, тұрайын. Сағат неше болды? 8-ден 45 кетіп қалыпты, 8-ден. Компьютерімде не болып отыр екен? Ох, менің аккаунтым әлі орында тұр екен компьютерімде. Ноутбукым, короче, кеше бір жаққа келіп жоқ болып кеткен болатын. Креаткамды жинап тастайыншы. Жетіл не алып жүрсің? Әшейді қалайсың, Тұрасыл? Әшей жүргім. Попты жетіл, бар жүре бер. Мынау креатканы кім бұзған? Дубаласлайшы. Бүгін бар креатив сұрап мерден жүрген. Енді күн батып жатыр ма не? Күн шығып жатыр ма не? Мен креатканы жинап тастайын. Ох, азамат қалды. Жесе жинап тастай салайыншы. Мер бүгін ақша береді деп жатыр еді. Анау жетілдер не ағып жүр? Жетіл дейм. Бүгін не барлықтарың өйтіп жүрсіңдер? Тұрасыл, сен білмейсің бе, бүгін ауылға маньяк көшіп келді ма дейді ғой. Бірақ бүгін ауылға зомбилар шабуылдайды деп жатыр, содан қорқып жатыр бәріміз. Қойшы, ауылға зомбилар шабуылдай ма не? Дайындалу керек қой бізге. Зомбилар бәрімізді өлтіріп тастайды ғой. Мен ұмытып кеттім ғой, видео бастап тастайыншы. Қазір видео бастайыншы. Хейо, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Расыл KZ, қалайсыздар? Бағана көрген шығарсыздар, анау жетіл маған қарай ауылға маньяк көшіп келді ма дейді, бірақ ауылға зомбилар шабуылдайды деп жатыр. Не істесе болады достар? Или бункер салып, бункердің астына тығыламыз бүкіл жетілмен. Білмеймін, как креатканы жинаған соң ойланамын. Жетіл натура айтты ма? Зомбилар шабуылдай ма? Тұрасыл, сен мен тұрсың ба не? Жаңалықтардан көрмедің ба? Тоқташы, үйге барып жаңалықтардан көрейін. Қазір. Еба. Ауылға сын зомбилар шабуылдайды екен. Көрдім жаңалықтар. Жетілдерге айтқа дейін. Жетілдер. Жетіл дейін. Әңгіме бар. Андай шыз. Енді не істейміз жетіл? Білмеймін, Тұрасыл, өзің білесің ғой. Бұл ауылда сен ғана игропсың ғой. Мен онда сендерге не жасап берейін? Бункер, бункердің астында тұрасыңдар ма? Сен жасаған жерде тұра береміз. Жасап берсең, әрине. Жасап берем әрине. Как креаткамды жинап тастайын. Айтпақшы, жетіл қашан шабуылдайды екен зомбилар? Қазір айтам. Зомбилар қашан шабуылдайды екен? Қазір айтам, білсем мен түстерде шабуылдап қалады. Еба, түстерге дейін азақ уақыт қалды. Сөйтіп тастайын креатканы. Бұйықтың жетілдер не мені креатка жинамайтын болмай. Достар, не істесем болады? Ауылға зомбилар шабуылдағанға. Не құрайын ба? Бункер салайын ба? Или қорған құрайын ба? Комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздерші.
менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіз. Әрине мен өз бункерден сіздер не істейтініңізді өз ойларыңызды жазып кетіңіздер комментарияға. Менің ол кезде креативім бітетін еді ғой. Мәз креативтен заттар алайын десіз. Мылтық, оқ дегендер. Қай жерден құрсам болады, мен оны неқтан құрайын. Мен қазір креативтен заттар алайыншы. Мылтықтарымды. Міне. Нана балам мен. Кейін нана балам. Зомбиларға нау керек, зет керек. Осындай заттар алмаса қорғанамай қаламыз. Тағы бір зат бар еді ғой менде. Басқа оружиялар керек пе екен? Бір мықты оружиям таппай қалғанымда. Болды, осы жетеді. 25-ақ оқып қалдым. Наның қандай күші бар десеңіздер, қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Короче, мен видеоны өшіріп тұрамын да, кейін бункер сап біткен соң жалғастырам. Әйтпесе видео ұзап кетеді. Шетелдер барлықтарын кірдіңдер ма? Болды, зомби келмеген сияқты ғой ауылға. Менің креативім таусылып қалды, короче. Зомбилардың дауысы шығып жатыр. Bir шығып көрейінші, олардан не болып жатыр екен. Тоқтаңыздар. Зомбилар шабуылдапты. Достар, қатып кетті Майнкрафт. Мә. Жат. Атып атым, құрсын құласай. Кет құла. Атам ба? Слоп бейби, жат қызым. Қой. Жақындама. Өлтірем. Способнсың Нарутоның. Жатсай. Жат қызым. Анақта бункердің есігі ашық қалып кеткен соң ана зомбилар. Қазір барлықтан өртеймін. Калашпен. Тез азан батып кетсе жақсы болар еді. Зомбилардың бәрі бадалып өлетін еді. Кішкентай зомбиді қараңдар. Достар, маған қарай шабуылдап жатыр, жаман ұрады екен. Құрыңдар, азан батса еді десіз. Мен өлемге. Жақындамаң, өлем деймін. Өлем. Бля, не болды? Өлем деймін. Зомби, жақындамаң. Жәтте. Ауылда жетіл қалмай қалыпты ғой. Бәрі жетіл. Өліп қалса, нелер өліп қалса еді зомбилар. Погода жазылған ма екен?
Азан шығардым достар. Камылар өледі. Зомбилар, малдар. Құрым, есік жоқ қойдым. Құрым, жақындамаң. Қаштым. Мердің үйіне тығылам. Мер, аш есікті. Кім бар? Мердай айтпақшы. Бункерде еді ғой. Келген адамды зомбиді өлтіремін мен. Жатын. Зомбилар өліп жатыр. О достар, зомбилардан құтылдық. Жителдер аман ба екен? Яғни зомбилар әлі өлмеген ғой. Жат. Короче, бүгінгі видео осындай болып қапты. Аттым әбден аналармен. Мына өлмейді екен. Мұнда басыңа атам. Ұзақ оқ қалды. Өлсей. Өлтірдім. 3 оқ қалғанда өлтірдім. Анау житіл шығып кетіпті уже. Житіл көрші зомби қалмады ма? Бала житіл қапты. Бала зомби. Мамай қалды. Аттым. Өліп қалды. Мер қайға жоқ. Мер демекші. Мер ол бункерге кірмеді ол мер. Достар, анау мер арам. Оның мер қалғанымыз қате болыпты. Негізі. Өткен қарсыңыз басымызға қиынсыз түскенде зомбилардан жителерді құтқармай қашып кеткені. Яқта азақ житіл қалған сияқты ғой. Жителдер деймін. Шыға беріңдер, құтылдық. Құтылдық. Рахмет саған, Расыл. Сенің жақсылығыңды ұмытпаймыз, ертең қайтарып беретін боламыз. Рахмет, жителдер. Енді шыға беріңдер. Қорқыныш жоқ, беза житіл ұрыс жергеніне. Видеоны тоқтата тұрайыншы мен. Короче, достар, осымен видеоны аяқтаймын. Жителдердің бәрі үйлеріне қайтты. Зомбилардан құтылды. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездесеміз. Қош сау болыңыздар. Мен видеоны аяқтадым.